Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамдарының бірі нан салма дайындаймыз. Бұл тағамның дайындалуы өте оңай, сонымен қоса дәмі де өте керемет. Біріншіден, ет, пияз, картоп, сәбіз және сладкий перцті төртбұрыштетіп турап аламыз. Ал чеснокты сақ етіп тураймыз. Содан соң қызып тұрған майға етімізді салып, үстінен тұз сеуіп, сөлі шыққанша 10-15 минут қуырамыз. Оның үстіне пияз бенен чесногымызды қосып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Кейін үстіне су қосып, етін пісіреміз. Менің етім жарты сағатта пісті. Содан кейін үстіне томатный паста қосып, қалған сәбізді қосып, тағы да кішкене су қосып, 10 минуттай қайнатамыз. Сәбізі дайын болдау деген кезде қалған картоп пен сладкий перцті қосып, тағы да 10 минут отта ұстаймыз. Біздің подливымыз осылай дайын болды. Енді қамырын дайындаймыз. Қамыр әдеттегідей ұн, тұз, су және жұмыртқадан дайындалады. Орташа тығыздығы бар осындай қамыр илейміз. Содан соң оны салафанға салып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін жұқа етіп қамырымызды жая бастаймыз. Қамырымыз жұқа болып дайын болғаннан соң, оның үстіне көп мөлшерде ұн себеміз және осылай оқтауға орап, видеодағындай осылай кесеміз. Естеріңізде болса, бұрында ауылда мамаларымыз осылай кеспе көже дайындайтын. Енді осылай кесілген қамырды тақтайшаның үстіне қойып, қатты жұқа қылдырмай, қатты жіңішке қылдырмай, яғни кеспе көженікіне қарағанда қалыңдау қылдыртып осылай кесіп шығамыз. Содан соң үстіне ұн сеуіп, осылай араларын ашамыз. Ендігіде тұз қосылған қайнаған суға 4-5 минутқа пісіріп аламыз. Пісіп болған соң, салқын суға 1 лит қана шайып алсаңыздар болады. Көп шайсаңыздар тұзы, дәмі бәрі кетіп қалады, сондықтан 1 лит қана кішкене ғана шайып, какпірменен сүзіп аламыз. Қажет болса, дәміне қарай осы жерде кішкене тұз себелесеңіздер болады. Дайын болған қамырдың бетіне подливтің сорпасын кішкене құйып, жақсылап араластырып жүрсеңіздер болады. Сол кезде дәмді болады және арасы жабысып қалмайды. Ендігіде керемет болып пісіп шыққан подливымызды қамырдың бетіне құйып, үстіне кішкене зелень сеуіп, отбасымызға ұсынамыз. Мінекей осындай керемет болып шықты. Мына жерінен жүгені кішкентай қызыма салып бердім. Келіп сұрауға кеттім. Қазір дәмін көреміз. Мен бірақ жаңа қамырының дәмін көріп алғам. Өте күшті болып шыққан. Мен бүйтіп араластырып жіберіп. Өте керемет дәмді. Вроде бы обычный қорылды. Ешқандай приправа түк қосқан жоқпын, әлде тек қазақша қылдырып істедім.
Ну дәмі, еттің дәмі бәрі күшті шыққан. Мынау бұрын ауылда мамаларымыз істейтін кәдімгі кеспе көже бар ғой. Соның кеспесіне ұқсайды. Бірақ кішкене қалыңдау қылдырып істеңіздер. Тура соның кеспенің дәмі сияқты ғой тура. Егер ет сағынып жүрсеңіздер, қазақша етті. Бірақ ет аз болса, остағанып істесеңіздер, кішкене болсын алмастыру болады. Кішкене емес, даже дәмі бәрі соған келеді. Міндетті түрде осындай қазақтың бұрынғы ұлттық тағамын дайындап көріңіздер. Өте керемет.